Туғандар, ассаламу алейкум. Достар, қараңыздар. Сіздер іздеген жалаң боз 5 баш құнажын шығады бұл шығарылышта. Сіздерге аз видеоның жүрісінде толық малымат беріп сұрап өтеміз. Лайкты басып, кімде кім ұшындай боз құнажындарды іздеп жатса, достар, видеомен бөлісіп кетіңіздер. Ассаламу алейкум, қандайсыз? Алейкум ассалам. Жақсысыз ба? Жақсы. Так, бұл жерде 5 баш шығардыңыз сатыққа. Жалаң боз, бұл жақын екен, одан баштайын құнажындар екен. Жақсы. Так, бұл қайсы порода екен әмі? Бұл чистокровный алатау. Өзіміздің тоғташқа жүре тұрған ысық суыққа чыдамды болған алатау құнажын ұқсайды бұл, порода құнажын. Жаңа ашма ба сонда бұл? Жаңа ашма. Бірінші туыт дейді, жаңа ашма достар, мұна. Так, бұл қанша айлық болып қалды, қаншадан туыт екен әмі? Азыр бір жұма 10 күн қалды. Минус плюс бір жұма 10 күн дейді достар, мұна. Так, бұл қайсы породадан қашты осында? Içindегі айшыр қойдырғанбыз. Айшыр қолды ұрықтандырылған, Мұна екен достар. О, алатауға айшыр қойылып тұр. Жақын боз екен. Так, бұның бағасы қанша? Бұның бағасы 245 болды. 245 мың сом. Жақын боз көрдіңіздер бе? Оңды болған құнажын. Бұл біріншісі oldu достар. Так, ол екіншісі. Бұл қайсы порода болып қалды екен? Бұл сементал. Сементал дейді достар мұна. Молочный сементал. Молочный сементал. Бұл да жақын боз. Бұл 15 күн қалды. 10-15 күн қалды дейді достар. Мұна желін толтырып барып тұр. Бұл да жаңа ашма бірінші туыт. Так, бұл қайсы породадан қашты осында? İçindегі алатау қойдырған. Бұл алатаудан қашқан дейді достар. Қолда ұрықтандырылған. Мұна. Жақсы. Так, 10-15 күн қалды. Бұл бағасы қанша? Бұның да 245. Бұлдағы 245 мың дейді достар. Мұна. Жақын боғыздар көрдіңіздер. Бұлардың жеуші таза. Таза бар. Бары Жайтқа да шығады таза. жайтқа да шығады. Жақын боғыздар достар. Так, ол ала. Даралы. Бұл уже желіндер уже толы баштап тұр мұнда. Так, бұл қаншаны туғаны? İçindегі үшінші от берілсен. Туса үшіншісін тойды. Екінді туған, Екінші туған. Так, екіншісі қанша сүт берді екен бұл? Екіншісінде 18-20-ға чейін берген. 18-20-ға чейін берген дейді достар. Мына. Бұл желіндер. Көрдіңіздер, чатқа тұрады. Тап-таза екен. Жақсы. Так, бұл қанша айлық болды сонда? Бұлда 15 күн қалды. 10-15 күнде тойды. Қайсы породадан қашты бұл? İçinde алатау қойдырған. Алатауға осьминение болған. Қолда ұрықтандырылған. Жақсы. Мұнда болған ой. Екіншісінде қанша сүт берді дедіңіз? Екіншісінде 18-19-ға чейін барған. 18-19 негізі J3-ге жараша қаншалық жақсы берсеңіздер сүт береді. Ол қайсы порода болып қалды ол өзі? Өзі алатау. Өзінің өлі алатау бұл? Мұна ке. Жайтқа жүр. Чүйдің ойлары негізі чөтке болады. Жайында күн ысық, суық дей, тоғташқа прямой кете бере тұрған ойлардан мұна. Жақсы. Бұның бағасы қанша дейсіз? Бұлда 245. Бұлдағы 245 мың сом. Мұна. Кемі бар бұлар не? Бар, сөйлешу жолдары бар. Сөйлешу жолдары бар дейді. Кеми бар екен достар. Жақсы, бұл үшінші үй болды достар. Мұна. 4 деген таблозымен екен. Жақсы. Так, бұл тоқол үйші, бұл қайсы порода? Пародасынан сұрайынша? Бұның пародасы Монбелярд. Монбелярд? Монбелярд менен Айшыр полукровка. Монбелярдқа Айшыр полукровка екен достар. Онда болған тоқол. Так, бұл қаншаны туған үй? Азы ем içindегісі екіншісі болады. Içindегісі екінші, бірді туған. Бірді туған. Жақсы. Бұл қанша айлық болыз? Азы içindегісі 15 күн болады, 15-20 күн қалды. Минус 15-20 күн қалды дейді. Көчіктері шешіп, желіндері тола баштап тұр достар. Так, бұл қайсы пародадан қашты ошанда? İçinde чистокровный Айшыр. Айшыр бұқа секірген мүжі қолды үскөсіне, қолда ұрықтандырылған, Мұна екен, мұнда оған тоқол үй екен достар. Көрдіңіздер. Так, бұның бағасы қанша сұрайсыз? Бұның бағасын 260 мың сұрайсыз. Бағасы 260 мың сом дейді достар. Көрдіңіздер бе? Так, бұл ақыр қой. Бұл тоқол. Қара екен, чым қара.
Бул кайсы порода болуп калат? Ангус бу? Бұл ангус менен алато. Арғын дейді. Ангуска алато, аргын дейт достор. Мына желиндери ондогу ак экен. Бул канчаны тууган дейт ошону? Ичинде бұныкыда екіншісі болды. Бирди тууган, экинчисиге бооз. Ооба. Жакын окшойт бул да. Бұлда жақын 8 айлық болды. 8 айлык дейт достор. Мына желин толо баштап тур уже. Көчүктөрү шишип, курсактары белинип турат. Караганда эле белинип турат. Так, бул кайсы породага бооз ошондо бул? Бұл ичинде алато. Алато, а? Алато бұйдыңға. Жакшы. Так, бунун баасы канча? Бұның басы тоже 260. 260 дейт достор, мынаке. Экөөбү 260тан, үчөөбү 245тен. Так, булардын эми жеп ичи таза. Бары жайында. Баары жайында дейт достор, жакшы. Так, примерно эми бойлору канча чыгып калат эми булардын? Бойлары 1.35'те болот. Булар 1.35тен, а? Ооба. Бой. Так, буларчы? Булар деле ошондой. 1.32 болот. Үчөөкү бой бирдей. Үчөөнүн бою бирдей дейт, мына жакын бооздор. 1.32. Боо жакын экен. Көрдүңүздөрбү? Ушундай болгон уйлар, кунажындар сатылат достор. Көрдүңүздөр, 5 баш. Так, булардын варианттары барбы жокпу? Вариант жок, наличка. Только наличка келе. Ооба. Рубль доллар боло берет. Болор. Рубль доллар болот дейт достор. Мисалы, Европадан көрсөңүздөр, үйгө уй алыш керек десеңиздер достор, боло берет экен доллар дагы. Россиядан көрүп атсаңыздар, рубль сасаңыздар да боло берет экен. Вариант жок. Доставкасычы, доставка. Доставка жайын караштырабыз. Доставканы уюштурасыз, а? Доставканы уюштурабыз дейт. Если сиздер Көлдөн, Каракол, Эли Баткенден, Оштон көрүп атсаңыздар, машине таап салып берет. Уюштурабыз. Машинеге жол кирет төлөп түшүрүп алсаңыздар болот. Жакшы. Так, бул жерге экранга номерди калтырам. Толук маалыматты алып, соода кыласыздар достор. Видеого лайкты басып, ой пикирлерди комментарийде калтырып, кимде ким ушундай уйларды издеп атса, видео менен бөлүшүп кетиңиздер. Видеону аяктайбыз.